Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сендермен 78-ші сабақтың тапсырмаларын орындайтын боламыз. Ең алдымен бізде 47-ші тапсырма берілген. Төмендегі тақырыптардың қайсысы мәтін мазмұнына сәйкес келеді? Қазақ ою-өрнегінің тарихы. Енді мына жерде бізде өрнек деген сөзді біз тәуелдеу керекпіз. Ең алдымен жекеше түрде тәуелдейміз. Бірінші жақ менің өрнегім, екінші жақ сенің өрнегің, сыпайы түрде сіздің өрнегіңіз, үшінші жақ оның өрнегі. Көпше түрде бірінші жақ біздің өрнегіміз, екінші жақ сендердің өрнектерің, сіздердің өрнектеріңіз, үшінші жақ олардың өрнектері. Жоғарыдағы мәтін бөліктерінің атауын толықтыр. Қазақ ою-өрнегінің түрлері. Жан-жануарларды өрнектейтін оюлардың ерекшелігі. Үшінші, ою-өрнектердің сипатына қарай атаулары. Жоғарыда оқыған мазмұнын айтқан мәтіннің жанрын анықта. Бұл мәтіннің жанры ғылыми танымдық мәтін болып табылады. Келесі орындайтын тапсырмамыз 49-ші тапсырма. Жұмбақты оқып шешуін табу керек. Тарағым бар, таранбаймын. Орағым бар, оралмаймын. Сақалым бар, ал бірақ мен ақсақал бола алмаймын. Жауабы ешкі. Енді осы тарағым, орағым, сақалым деген сөздер бізде бірінші жақ жекеше түрде пайдаланып тұр екен. Тәуелденген сөздерді тауып, оларды үш жақта жекеше, көпше түрде айт дейді. Яғни жаңағы біздің үш сөзіміз. Жекеше түрде бірінші жақ менің тарағым, орағым, сақалым. Екінші жақ сенің тарағың, орағың, сақалың. Екінші жақ сыпайы түрде сіздің тарағыңыз, орағыңыз, сақалыңыз. Үшінші жақ оның тарағы, орағы, сақалы. Енді көпше түрде алатын болсақ, бірінші жақ біздің тарағымыз, орағымыз, сақалымыз. Екінші жақ сендердің тарақтарың, орақтарың, сақалдарың. Екінші жақ сыпайы түрде сіздердің тарақтарыңыз, орақтарыңыз, сақалдарыңыз. Үшінші жақ олардың тарақтары, орақтары, сақалдары. Келесі орындайтын 50-ші тапсырма. Бұл жерде бізде шығармашылық тапсырма берілген, яғни оқып танысайық. Тоқыма торға зер салып қара. Шебер тоқыма торды тоқыған кезде әртүрлі ағаштарды пайдаланған екен. Тиісті әріптерді қойсаң, ол қолданған ағаш түрлерін оқисың. Бұл жерде бізде үш сөз шығады. Бірінші сөзіміз шырша, екінші сөз қайың, үшінші сөз терек.